Сәлем достар, қалайсыңдар? В общем, достар, бүгін мен жердің астына огород жасайын деп жатырмын. Жердің астына болғанда, енді шілей жердің асты емес ол достар. Кәдімгі осы менің қорам бар ғой осы. Міне аны қазір көрсете кетейін. Міне осы қорам секілді жер астындағы огород болады. Міне, в общем, достар, қораның арт жағына ол огородымды мен істеп жатырмын. Уже жартысын жасап қойған болатынмын. Және де в общем, ой-ё-моё, қой жеріппін ғой. Енді тур осындай қылып, ар жаққа қарай тоже 10 блок қазатын боламыз, достар. Алып тастай салайын, бұл мыналарды алып орнына қойып тастай салайын. В общем, достар, мына жерлердің бәріне мен жер қойып тастайтын боламын, және орталарына суымды қойып, анау-мынау кейін огородды егетін боламын, достар. Достар, менде 500 подписчик болды. Сіздерге көп-көп рахмет. Тағы да арнаға тіркеле беріңіздер, достар. 1000-ға жеткізсек өте зор болар еді, күшті болар еді, достар. Огородты жалғастырайық. Так, мына жақты бұзамыз, мына жақты бұзамыз, мына жақты бұзамыз. Так. Не, достар, ана жермен бірдей қылып, осы жермен бірдей қылып, огородымызды соғамыз. Так, нехтан. Достар, в общем, выживание ойнайтын болсаңыздар, сохранить интервьяр дегенді басып қойсаңыздар болады. Онда сіздің заттарыңыз өлгеннен кейін қайта өзіңізде тұрады. Барлық затыңыз өзіңізде тұратын болады, достар. Қалай тұр, солай тұратын болады. Так, в общем, мен затым толып қапты. Так, кейін ала саламыз, в общем. Так, бұлай. Бұл жақта тағы екеуі бар екен. Мына жақта міне, в общем, 10 блок қой, достар. Міне, мына жерден болсам, міне. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Міне, достар, 10 блок. Гравиймен жауып тастайық. Мына жақта зат болып қалды ғой. Ой. Так, тезірек аяқтап, огородты бастасақ болады. Бірақ бұған ұзақ уақыт кетеді, себебі бұл жер астында болайын деп жатыр, достар, жердің астында. Мен мал қорамды көрген болсаңыздар, осы выживанияда соның тура жанында бұлай арғарайта кіріп кеткен секілді болып тұрады, достар. В общем, достар, бұлай уже жасап атқан кезде, бұл қораны, в общем, жасау үшін мен уже 4 киркам кетті, осы 5-шісі, достар, мені ар жақта істеуге. Көзге кішкентай болып көрінгенімен, бірақ талай кирка кет қалады, достар. Мен үйге 3 ұстак тас тастап кеткен болатын, ал қазір менде толып қалды. Міне, жерде де жатыр, толып, достар, көріп жатқандарыңыздай, міне, әлі тола. Так, в общем, үйге барып заттар қойып келейін. Сөйтіп, мына тастарымды алатын боламын, достар. Так, ой-ё-моё, жабылып бітті. Так, үйге заттарымды қояйын. Так, в общем, достар, үйге, біраз нәрсені мен сундукқа тастап кеттім. Қазір енді қайта огородқа бара жатырмыз. Мына заттарды алуға көбісі жоқ болып кеткен. Мет бәрібір маған керек емес, еткені меттен 3 ұстак мен үйде бар. Үйде дегенде сундукта бар. Так,
маған қазір керегі тас, кейін бір нәрсе соқсам тас керек болады. Ана ар жақтағы үйді соққан кезде маған 4 бастак тас кетті. Даже 5 па 6 бастак тас кетті. Оның өзін табу маған қиын болды, достар. Сол үшін осыны істеймін. Өзіме де пайдалы, және де үйде соқсам кейін қиналмаймын, соға беремін, достар. Және де көмірлерді алып жатырмын мен бұл жақтан, достар. Так, в общем, былай болды. Так, енді мына көмірлерді ала салайық, кейін керек болады. Ал енді мына жаққа факел қойып тастаймыз, достар, міне. Так, мына жаққа 2 факел. Бір факел мына жақтарға қойып тастайық. Міне. Мына жаққа уже тасын гравий қоя салсақ та болады. Так, короче, міне. Мына жақтан бір блок. Сразу мына жерден бастаймыз. Не осылай жасағанбыз. В общем, достар, видео ұзаққа созылып кетті. Келесі бөлімді күтіңіздер, достар. Сау болыңдар.